Тарих қойнауындағы оқиға радио драмасына қош келдіңіздер. Бәлкім бір кездері қатты соққыға жығылған, басқа біреуден қорлық көрген, тамақсыз, баспанасыз, тіпті үстіңізге киер киіміңіз болмаған кездерге тап болған боларсыз. Дәл сол сәтте көпшіліктің дүниеде қаншама азап пен қасірет бар, шынымен де бәрін бақылап тұрған Құдай бар ма деген сұрағын сіз де қойған боларсыз. Егер сіз бұл сұрақты қойған болсаңыз, жалғыз еместігіңізге сенімді болыңыз. Адамзат пайда болғаннан бері жауап беруге қиын түрлі күрделі сұрақтармен әлі күнге дейін күресіп келеді. Және бұл сұрақ сол тізімнің басында болуы әбден мүмкін. Әрине, дүниеде неліктен зұлымдық көп. Адамдар бір-бірін неге өлтіреді? Мен өлсем не болады? Деген сияқты басқа да толғандыратын сұрақтар жетерлік. Расында да бізде жауабын табу қиын сұрақтар тіптен көп, алайда көпшілігімізге жетіспейтін нәрсе өмірімізді өзгерте алатын пайдалы жауаптар. Егер сіз бүгін осы хабарды тыңдап отырған болсаңыз, онда достар, сізге айтар жақсы жаңалығым бар. Құдай шынымен де бар, және ол бізге өзін анық және түсінікті түрде ашты. Оның Құдай туралы киелі сөзінде мына сөздер жазылған. Өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі жолдармен өз хабарын ата-бабаларымызға пайғамбарлар арқылы жеткізіп отырған. Ал осы соңғы заманда ол бізге хабарын өзінің ұлын жіберіп жеткізді. Құдай бар ма деген бірінші әрі басты сұрақты қоя отырып, Құдай сөзінде кездесетін оқиғалар мен адамдарға негізделген Құдай туралы күрделі сұрақтар сериясының бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Мен Назареттік Иса ұстаздың шәкірті ретінде таңдалуы керек жер бетіндегі соңғы адам болсам керек. Менің діни білімім жоқ. Оның шәкірттерінің арасында достарым да, туыстарым да, тіпті мұндай қызметіме септігін тигізер ерекше дарыным да жоқ еді. Шындығында тіпті шәкірт болуға құштарлығым да болмады. Саудагердің ұлы болғандықтан саудамен айналыстым. Әкем тері саудасымен айналысқан. Алайда негізгі табыс көзі байларға сандал тігуден табатын. Бірақ дегенмен әкем отбасын асырауға жеткілікті ақша таба алатындай өз ісін басқара алғанымен, мен оны үнемі жерге қаратқан кездерім болды. Менің саудаға ебім болмады. Оған ақылым да жетпейді. Шынында мен өмірде жолы болмаған бейшара едім. Сонымен бір күні Иса біздің шағын дүкенге тоқтап, оның соңынан еруімді сұрағанда, мен еш тартынбадым. Әкемнің көңілін қалдырған соң, артыма қарамай, арқамдағы киімнен басқа еш нәрсе алмай, саудасын тастадым. Бірақ мен Исаны және оның ізбасарларын қуып жету үшін алғашқы қадамдарымды жасаған бойда, бойымды бірден алаңдаушылық билеп, қалайша Құдайға сенбейтін мен сияқты адам діни ұстаздың шәкірті бола алады екен деген сұрақ мазалай бастады. Қанекей, Тома, мұнда кел, оттың қасына отыра ғой. Рахмет. Менің атым Филипп. Мұнда отыр, Тома. Рахмет, Филипп. Сонымен, Тома, түсінгенімше, сен бай саудагер болғаның ғой. Бұлай ойлауыңызға не себеп болды? Анау дәу кісінің Исамен сөйлесіп тұрғанын көрдің бе? Есімі Шимон Петр. Ол сенің бүкіл Иерусалимдегі ең жақсы тері өңдеушілердің бірі екеніңді айтқан болатын. Ол бәрінен де хабардар. Оны өзіңде байқайтын боласың. Осы жолы Шимон Петр қателесті. Мен бұл әлемдегі ең нашар саудагермін. Және тері өңдеуден еш хабарым жоқтығына сеніңіз. Мен Шимон Петрді өмір бойы білемін. Дұрыс айттың. Ол Галилея теңізіндегі ең жақсы балықшы болып саналады. Бірақ мен оның балық аулау туралы ештеңе білмейтініне сенімдімін. Сондықтан бейбақтардың тобына қош келдің. Исамен кездеспей тұрып, бұл өмірде өз орнымды таба алмадым. Сен ол туралы не ойлайсың? Кім туралы? Шимон Петрді айтасың ба? Жоқ, Иса туралы не ойлайсың? Иса туралы дейсің бе?
Мен шынымды айтсам, ол туралы хабарым аз. Танымаймын десем де болады. Солай де, бірақ ол сені шақырғанда, сен оның соңынан ердің емес пе? Неге олай істедің? Қазір мен еш жауап бере алмаймын, Филипп. Бәлкім, тақырыпты өзгерткеніміз дұрыс болар. Әрине, айтқаныңдай болсын. Шимон Петрдің сол жағындағы мына адамды көріп тұрсың ба? Иә. Бұл менің көршім Натанаил. Шимон мен оның ағасы Әндір сияқты ол да, мен де Бетсайдаданбыз. Сонда менен басқаларының барлығы Галилеядан болғаны ма? Көпшілігіміз. Жақып пен Жохан да Галилеядан. Бұл маған досымды Исамен қалай таныстырғанымды еске түсіріп тұр. Айтып берсем қарсы болмайсың ба? Жарайды, еш қарсылығым жоқ. Жохан екеуміз Исамен бірге Галилеяға қарай жол тарттық. Жохан дегенім Исаның арғы жағындағы тұрған жас жігіт. Мен Исадан көршім Натанаилды табаламыз ба деп сұрағанымда, Бетсайдаға жақындап қалған кезіміз еді. Шимон Петрдің қасында отырған адамды айтып тұрсың ба? Дәл өзі. Сол кезде мен Исаға сағат 4 болды. Сондықтан Натанаил қазір су жағасында болу керек дегенімде, Иса мені бірден тоқтатып, досың әкесінің үйінің артындағы інжір ағаштың түбінде отыр деді. Ол мұны қайдан білсін? Сөзімді бөлме. Мен де осы сұрақты қойдым. Сол кезде Иса маған барып тексеріп келуімді сұрады. Арасында да ол айтқандай, досым інжір ағашының түбінде қатты ұйықтап жатыр екен. Өз бетіммен оны ешқашан таппас едім. Бұл айтылғандардың барлығы ақылға қонымсыздау сияқты. Филипп. Натанаилге былай деп айтқаным әлі есімде. Біз Мұса Тауратта жазған басқа пайғамбарларда өз жазбаларында айтып кеткен Мәсіхті таптық. Ол Назареттік Жүсіптің ұлы Иса. Сен сонда Исаны Мәсіх деп ойлайсың ба? Негізінде, Филипп, менде діни сауаттылық жоқ. Бірақ солай бола тұра, Мәсіх Назареттен келді деп ойламаймын. Менің досым да осылай деді. Бірақ мен оны орнынан тұрғызып, Исаны өз көзімен көруге апардым. Филипп, мен... Иса жақындап келе жатқанымызды көргенде, мынау қулық сұмдығы жоқ нағыз Исраилдік деді. Натанаил таң қалып Исадан, сіз мені қайдан білесіз, деп сұрады. Сонда Иса, сені Филипп шақырмай тұрып, інжір ағашының астынан көріп едім, деп жауап берген болатын. Неге сен бұған соншалықты мән бересің, Филипп? Сонда Иса сенің досыңды інжір ағашының түбінде жатқанын алдын ала көрген болып шықты емес пе? Себебі сен екеуміз мұны көре алмас едік, Тома. Иса маған Натанаилдың қайда болатынын айтқан кезде, біздің Бетсайдаға жетуге 1 сағаттай уақыт қалған кез еді. Филипп, сонда сен Исаның қандайда бір ерекше қабілеті бар деп тұрғаның ба? Иә, Тома. Мен оны өз көзіммен көрдім. Және сол кезде ғана емес. Түсіндіру мүмкін емес, басқа да көптеген нәрселерді көрдім. Мен сенбеймін. Тома, әлі ақ сенетін боласың. Менің көргендерімді өз көзіңмен көргенде, айтқандарыма сенетін боласың. Қайда бара жатырсың, Тома? Кешір, бұл үлкен қателік болды. Мен үйге қайтқаным дұрыс болар. Исаның шәкірті болғың келмей ме сонда? Білмеймін. Бірақ неге? Оның Құдайдан келген адам екеніне сенбейсің бе? Жоқ, Филипп, ал сен неге екенін білгің келе ме? Өйткені мен Құдайдың бар екеніне сенбеймін. Ең алдымен бізді тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қазір сіздер тарих қойнауындағы оқиға радиодрамасын тыңдаудасыздар. Біздің көрінісіміз бірер сәтте жалғасатын болады. Бүгін біз Құдай сөзіндегі оқиғалар мен адамдарға негізделген Құдай туралы күрделі сұрақтар сериясының 1-ші бөлімін бастаған болатынбыз. Бүгінгі бағдарламамыз Исаның Томаға оның артынан еруге шақыруындағы оның әрекеттері мен ұзақ күннің соңында оттың айналасына жиналған шәкірттерінің арасында Томаның отырғанынан басталды. Діни білімі жоқ және топтағы ешкімді білмеген Томаның әрекеттері біраз келеңсіздіктер тудыруда.
әрі қарай не болатынын құлақ салып тыңдаңыздар. Ал біз әңгімемізді жалғастырамыз. Сіз ойлағандай үйге қайтып бара алмадым. Филипп мені қуып жетіп, осының барлығына көз жеткізуім үшін бір мүмкіндік беруге көндірді. Сондықтан мен сонда қалдым. Және Галилеяда бірнеше түсініксіз күндерден кейін біз Исаның соңынан Иерусалимге қайттық. Филипп, бұл қандай жер? Тома, бұл Бетезда деп аталатын қаланың бір ауданы. Оны бұл жерден көре алмаймыз. Бірақ бағаналардың жанында науқастар мен шалдар жиналатын хауыз бар. Онда не үшін жиналады? Ол жерде жиналған халық судың шайқалғанын бақылап қарап тұрады. Мұның себебі Тәңір ие жіберген бір періште анда-санда тоғанға түсіп суды шайқайтын. Періште? Мен періштелерге сенбеймін. Мұнан кейін алғаш шомылған адам қандай ауру болса да жазылып кетеді екен деген сенім бар. Бірақ Филипп, менің айтайын дегенім, бұл жай ғана қауесет, жай ғана ырым сияқты естіледі. Қара, Иса хауыздың жағасында әлгі қартпен сөйлесіп тұр. Рахмет, жас жігіт. Менің атым Симеон. Симеон, бұл жерге келіп жүргенге қанша уақыт болды? 38 жыл бұрын құлаған едім. Содан бері жүре алмай қалдым. Айтшы, Симеон, сауықтың келе ме? Мырза, мені су қозғалғанда тоғанға түсіретін адамым жоқ. Ал мен жеткенше, басқа біреу менен бұрын түсіп қояды. Филипп, бізге біраз орын босатсаң. Жақсы, барлықтарың бірнеше қадам артқа шегініңдер. Бізге аздап тынығатын орын керек. Тағы артқа шегініңдер. Симеон, орныңнан тұрып төсенішіңді жинап ал да жүре бер. Мен жүре аламын. Қараңдар, мен жүре аламын. Айта кету керек, бұл күні ешбір періште суды шайқалтқан жоқ. Бірақ Иса қарт адамға қолын тигізгенде бір ғажайып болды. Сол күні Филипп екеуміз көз алдымызда болған таң қаларлық жағдайды барынша талқыладық. Енді не ойлайсың, Тома? Сен әлі Құдай жоқ деп сенесің бе? Мен не нәрсеге сенерімді білмеймін. Бірақ сен Исаның оны сауықтырғанын өз көзіңмен көрдің ғой. Бұл ғажайып болғаны анық. Мен өзін мүгедекпін деген адамды көрдім. Жүгіріп кетті. Қария өтірік айтты деп ойлайсың ба? Жоқ, мен олай айтайын дегенім жоқ. Менің айтайын дегенім, сені де, мені де, қарияны да ойлайтын Құдайдың бар екеніне көзім жеткізу үшін бір ғана керемет жеткіліксіз болар анық. Бірақ сен мұның керемет екенін мойындап тұрсың ғой. Егер сен Исаның тағы бір керемет жасағанын көрсең, сонда ғана Құдайдың бар екенін, сонымен бірге оның бізге қамқорлық жасайтынын мойындауға дайынсың ба? Мен олай деп айтуға әлі дайын емеспін. Саған сұрақ қоюыма рұқсат етші, Филипп. Иә? Иса бұл керемет туралы не дейді? Ол оларды Құдайдан келеді деп айта ма? Менің соңымнан ер. Біз қайда бара жатырмыз? Исаны табу керек. Осы сұрағыңды тек соған ғана қоя аласың. Мен сұраймын ба? Бірақ Филипп... Сөзді доғар. Исаны тауып алғанымызша бір сөз айтушы болма. Біздің Құдайға беретін жауабымыз. Сонымен Филипп жаңа досының Құдайдың бар екендігі туралы сұрағын жауапсыз қалдырмайтыны анық. Филипптің бұл мәселесі өз ойымен шешіп қойғанын байқаған боларсыз. Исамен көп уақыт өткізгеннен кейін ол Құдай шынымен де ұлы Құдай деген қорытындыға келді. Ол құдіретті, ол дүниені және ондағы барлық нәрсені жаратты.
Ол аспанды, айды, жұлдыздарды, бүкіл ғаламды жаратты. Құдай бәрін білуші. Ол біз туралы бізден гөрі көбірек біледі. Ол барлық жерде бар. Біз Құдайдың назарынан ешқашан шеттеліп қалмаймыз. Құдай тағала ізгіліктің, мейірімділіктің және рақымшылықтың Құдайы. Ол сүйіспеншіліктің Құдайы. Ол бізге өзінің сүйіспеншілігін, мейірімділігін және рақымын көптеген жолдармен көрсетеді. Сонда бізді жақсы көретін және күн сайын мейірім мен рақымшылығын көрсететін бүкіл ғаламның осы ұлы Құдайына сіз бен біз қалай жауап беруіміз керек? Бұл туралы Иса былай деді: бәрінің ең бастысы мынау: тыңда, Исраиль, Құдайымыз жаратқан ие жалғыз иеміз. Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Мен Құдайға шын жүректен дұға етпекпін. Менің дұғамды мұқият тыңдаңыздар. Сосын мен дұға еткен кезде менен кейін қайталауға тырысыңыздар. Уа Құдай ием, ұлылығың үшін мың алғыс. Сүйіспеншілік пен мейірімділіктің Құдайы болғаның үшін алғыс айтамын. Мен сені жақсы көремін. Аумин. Енді менен кейін дауыстап қайталап дұға етіңіз. Бір уақытта бірігіп дұға етейік. Құдайға құлшылық етіп, шын жүректен мінәжат етіңіз. Уа Құдай ием, ұлылығың үшін мың алғыс. Сүйіспеншілік пен мейірімділіктің Құдайы болғаның үшін алғыс айтамын. Мен сені жақсы көремін. Аумин. Менімен бірге дұға еткендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Келесі бағдарламада Құдай және оның бізге деген сүйіспеншілігі туралы білімімізді тереңдете түсетін боламыз. Бүгінгі драмалық көріністі тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Ендігі сіздер сияқты керемет тыңдаушыларымыздан осы драмалық көрініске қатысты туындаған сұрақтарға кезек берейік. Құдай бар ма? Иә, Құдай бар. Құдайдың киелі сөзінде оны мәңгілік әке деп атаған. Біз оның киелі сөзінен жаратылмай-ақ жер мен бүкіл әлем, таулар жаратылмас бұрын бар боп келген мәңгі тірі болатын Құдайсың сен, деп оқимыз. Құдай әрқашан бар болған, Құдай болмаған уақыт ешқашан болған емес. Бұл дүниеде Құдайдан да мықтырақ жаратылыс бар ма? Жоқ, Құдай жалғыз. Киелі жазбада былай делінген: сол себепті көкте де жерде де жаратқан иенің жалғыз Құдай екендігін, одан басқа ешбір шынайы Құдайдың жоқ екендігін бүгін біліп, мұны жүректеріңе құйып алыңдар. Көптеген адамдар бас иіп, жалған тәңірлерге табынады, бірақ бір ғана шынайы Құдай бар. Құдай сонда қандай? Құдай құдіретті, ол ғаламат күштің иесі, ол бәрін білуші, ол бәрін біледі. Ол мейірімділік пен сүйіспеншіліктің Құдайы. Құдайдың киелі сөзінде былай делінген: себебі жаратқан ие мейірімді, ол мәңгілік шапағатын тигізеді. Ұрпақтан ұрпаққа иеміз бізге шексіз сенімділігін көрсете береді. Құдай бәрін жақсы көреді ме? Иә, Құдай тағала дүниедегі әрбір пендесін жақсы көреді. Киелі жазбада өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен деп жазылған. Бұл сөздер әрбір адамға арналған. Құдай сізді де жақсы көреді. Құдай мені де жақсы көреді. Құдай бізді қаншалықты жақсы көреді? Құдай бізді қатты жақсы көретіні сонша, ол өзінің ұлы Иса Мәсіхті біздің құтқарушымыз болу үшін, күнәларымыз үшін айқышта құрбан болу үшін көктен жерге жіберді. Құдайдың киелі сөзінде былай дейді: өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Ержігіт есімді тыңдарманымыз мынадай сұрақ қояды: бүгінгі тыңдаған драмада сол күні хауыздың жағасында көптеген науқас адамдардың жиналғанын естіген болатынбыз. Бірақ Иса тек бір адамды емдеді. Егер ол олардың бәрін жақсы көретін болса, неге барлығын сауықтырмады? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз.
Иса сол күні сол жердегі әрбір науқасты жақсы көрді. Алайда оның ол жерге келудегі басты мақсаты барлық науқастарды емдеу емес еді. Ол бізді күнәларымыздан құтқару үшін келді. Ол 38 жыл бойы мүгедек болған адамды сауықтырды. Өйткені оның жүрегі бұл адамға деген жанашырлыққа толы болды. Сонымен қатар, ол емдеуді тәлімгерлік ретінде пайдаланды.